soi, raisonnement forçant ta mentalité, de celui qui fuit et de celui qui poursuit. Quiconque savoir être juste et bon soumis peut seul se rendre être un homme en harmonie. Méditez, réfléchis beaucoup à chaque instant, et de leur récompenser ton travail sera. Қыздарым және ұстазым, сіздерді келе жатқан наурызбен құттықтаймын. Сіздерге тек жақсылықты, бақытты, байлықты, зор денсаулықты тілеймін. Сендерді мен бесінші сыныптан бері сендермен оқып келе жатырмын және сол кезден бастап бірде-бір рет өзімді біртүрлі немесе жаман сезінген жоқпын. Себебі сендердің қастарында мен Hehehehe